Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizlerle men Ереке Аспаз. Bugün pişirетін tağamımız жаркое. Kettik. Al bismillah, енді sizlerмен бүгінгі қоспалар ингредиенттермен таныстыратын боламын. Картоп, міне көріп тұрғандай ет, помидор, пияз, чеснок, сәбіз. Деген соның бәрін турайтын боламыз. Шемішкі майымызды қоямыз. Қазір етті қуыратын боламыз. Етімізді саламыз. Кішкене майды қыздырамыз. Майды етті қуырып алғаннан кейін пиязымызды саламыз. Ал енді пиязымызды турайтын боламыз. Пиязымызды полукольца қылып тураймыз. Ал достар, міне өйстіп етімізді жақсылап қуырамыз. Енді еттеріңізге байланысты, етіңіз жас мал болса, онда тез піседі. Кәрі мал болса, онда ұзақтау пісіретін боламыз. Қазір мен пиязымды салайын деп жатырмын. Енді біз жаңа пиязымызды қуырып алдық. Енді кішкене су құйып, етімізді бұқтырамыз. Жай отқа бұқтырамыз. Енді картопымызды тураймыз. Картопымыздың өте майда қылу қажеті жоқ. Ол қазір қуырған кезде езіліп кетеді. Ал енді сәбізімізді турайтын боламыз. Осылай ортасынан бөліп. Өзіңізге қандай нарезка ұнайды, сөйтіп турасаңыздар болады. Ал енді помидорларымызды турайтын боламыз. Мына помидордың қабығын қалай аламыз? Бұны қабығы ашылмай тұрып, осылай крест-накрест кесіп қоямыз, сосын ыстық суға саламыз. 1-2 минутта алып, сосын қабығы спокойно жеңіл алынатын болады. Ал енді бұны кішкене көбік болып турайтын боламыз. Етіміз пісті. Енді қалған қоспаларымызды қуыратын боламыз. Қазір бір үлкен қасық томат пастасын салатын боламыз. Осылай араластырамыз. Кішкене томат пастасын қуырамыз. Сосын артынан помидорымызды салатын боламыз. Енді помидорымызды салып қуырамыз.
Өте дәмді болады. Ал бисмилля, енді чесногымызды турайтын боламыз. Чесноктың ең оңай жолы осылай үлкендеу пышақты аламыз, үстінен бас шереміз. Сонда осылай езіліп қалады, сосын осылай майда қылып турауға өте ыңғайлы. Ендігі кезекте помидорымызды қуырып болғаннан кейін сарымсақ салатын боламыз. Енді сәбізімізді, сосын картошканы салатын боламыз. Şimdi kартофеліміз. Жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Кішкене тұздап жібереміз. Өздеріңіздің дәмдеріңізге байланысты қара бұрыш салсаңыздар болады. Қызыл бұрыш. Егер сіздерге осы істеп жатырған рецепттерім ұнаса, подписаться мәзірін басып, лайк басып, комментарияға өздеріңіздің ұнайтын рецепттерін жазып кетіңіздер. Енді осылай кішкене өзінің соғында 15-20 минут қуырып аламыз. Содан кейін су құятын боламыз. Суды алдын ала қайнатып аламыз. Егер сіздер бұл жаркояны қадырғамен қаласаңыз, онда суды көпке қоясыз. Егер қою қаласаңыз, онда кішкене қойғаныңыз жарайды. Жақсылап бір араластырып жібереміз. Сосын жай отта бұқтырамыз. Картофеліміз, сәбізімізді піскенше. Он 15-20 минутта бұқтыратын боламыз. Жаркойымыз дайын. Қараңыздар, қандай сочный болған. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге рецептім ұнаса, подписаться мәзірін басып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.